Қазақмыс Шығыс Қазақстан облысындағы Березов кен байыту фабрикасын тоқтатуға мәжбүр болды. Кәсіпорында туындаған ахуалдарға байланысты оны әрі қарай пайдалану мүмкін болмай отыр. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы 28 желтоқсанда фабриканың бас корпусында бункер құлап, ғимараттың металл қаңқалары мен конвейерлер зақымданған болатын. Опырылып құлаған қондырғы кәсіпорын жұмысшыларының өмірін қиып кетті. Тәуелсіз техникалық сараптамалар нәтижесі осындай қайғылы оқиғаның қайталануы мүмкін екендігін, ал фабриканы қазіргі күнде пайдалануға болмайтынын көрсетіп берді. Содан соң нысанды күзет режиміне ауыстыру туралы шешім қабылданды. Қазір ондағы қондырғылар ішінара бұзылып жатыр. Бұл қондырғылар өңдек көлемі артқан Белоусов кен байыту фабрикасына қолданылмақ. Тоқтаған кәсіпорын қызметкерлерін жұмыспен қамту мәселесі жеке тәртіпте шешіліп жатыр. 18 адам фабриканың күзет қызметін ауысты. 23 адам өз еркімен жұмыстан кету туралы шешім қабылдаған. 17 жұмысшы жеке басына қатысты мәселелерді шешу үшін ақысыз еңбек демалысын алуға ниет білдірді. 96 қызметкер шығыс түстімет бөлімшелері мен корпорация бөлімшелеріндегі бос жұмыс орындарына және Белоус фабрикасына жұмысқа орналастырылды. Кезекті еңбек демалысына кеткен 50 адамға кейін Белоусов фабрикасындағы бос жұмыс орындары ұсынылмақ. Олардың да жалақы деңгейі өзгермейді. Басқа жерге жұмысқа орналасқан қызметкерлер қызметтік көліктермен тасымалданады. Компания басшылығы арнайы кездесулер өткізіп, фабриканы тоқтату қажеттілігін дәлелдейтін айғақтарды жергілікті халықпен және фабрика қызметкерлерімен талқылады.